Сәлеметсіздер ме? Бүгін өтетін тақырыбымыз жанды су. Бүгін бізге Дүскөл аңыз әңгімесі беріліпті, оқып көрейік. Нарынқол аймағының көркем табиғатының бір әдемі суреті. Дүскөл көлі. Ол бұрын суында балық ойнап, аққу жүзіп, сулы көл болған деседі. Елдер суына шомылып, таудың етегінде үй тігіп демалып жатады екен. Суы ащылау болса керек. Бірде шөліркеген бір кісі сол көлдің суынан ішіп тұрып, суық тұздай әрі мұздай ғой депті. Өзі бір қасиетті адам болса керек. Сол кісінің шөмішін салып тұрған жері су күйінде қалып, бүкіл көлдің беті тұз асты батпақ болып кетіпті. Сол көлдің батпағынан алып ауырған жерге тартса тез жазылады. Ал жаңағы кісінің шөміш салған жері үлкен бастау. Сол бастау суына арнайы келген адамдар тиын бастап су ішеді. Суы өте шипалы екен. Бізге осы мәтін бойынша сұрақтар беріліпті. Дүскөлдің әдемілігі неде болған еді? Дүскөлдің әдемілігі болған. Ол көркем табиғаттың бірі әдемі суретті Дүскөл еді деп айтқан. Ол жақта балықтар ойнап, аққу жүзіп, сулы көл болған деседі екен. Ол жаққа шомылуға, көбінесе елдер шомылуға келіп, сол жақтың үсті жақтарына, тауларына үй тігіп, шатыр қойып, өздері солай демалады екен. Сондықтан ол Дүскөлді демалатын жер деп, мысалы Балқашқа барған секілді. Су ішкен кісі Дүскөлге қандай баға беріпті? Ол кісінің айтқан кезі мынандай еді, естеріңізде болса. Суы қандай, әрі мұздай ғой деп, көлде қандай өзгеріс болды? Ол жақты, яғни бір қасиетті адам ішкеннен кейін, сол кісінің шөмішін салып тұрған жері су күйінде қалады, ал қалған жерлердің барлығы беті тұз болып кетеді, яғни батпақ болады. Бастауды неліктен шипалы дейді? Өйткені сол көлдің батпағынан алып, ауырған жерге тартса, тез жазылады деген еді. Тіршілік жоқ дегенді қалай түсінесіңдер дейді. Мысалы мен былай түсінемін, сусыз тіршілік жоқ. Көбісінде айтып жатады, ең басты бізге адамзатқа керек 4 нәрсе бар. Ол бізге, ол нәрселер болатын болса, адам тап-таза өмір сүре алады дейді. Бірінші, бізде таза ауа, одан кейін су, тамақ және жарық. Жарық болмайтын болса, еш нәрсе өспейді, өсімдіктер өспейді, сондықтан таза ауа болмайды. Екінші тапсырмада өлеңді оқыңдар, судың денсаулыққа пайдасы туралы эссе жазыңдар дейді. Сіздер маған астыға жазып кетіңіздер. Рахат қой салқын су деген өлеңін Мұзафар Әлімбаев жазған екен, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Мәңгі ерімес мұз қары, тау қойнында туған мен, су қой деп ызғары, қорықпаймын судан мен, су пайдалы адамға, шынығамын күнде мен, тоңбайды аяз боранда, салқын суға үйренген. 5-ші тапсырмада өлеңді оқып, суға ризашылық білдіріп алғыс хат жазыңдар. Су өлеңін Тұрысбек Еділбаев деген кісі жазған екен. Тыңдаңыздар. Жер де судан тұрады, көк те судан тұрады, дене судан тұрады, теңіз судан тұрады, су тірліктің бұлақ. Бұл жақта хат болатын болса, мен былай жазар едім. Мысалы, мен суға ризашылығым білдіремін. Өйткені су біздің киімімізді жуып беріп жатыр. Су бізге су болып, яғни ішуге керек болып жатыр. Мысалы, денелеріміз кір болған кезде сол сумен жуамыз. Сондықтан сол суға ризашылығымызды білдіреміз. Мысалы, су болмайтын болса, өсімдіктер де өспейді дегенде, мысалы, сіздер де өстіп жазсаңыздар болады. 3-ші тапсырмада су туралы мақал-мәтелдер тауып айтыңдар. Су біздің басты байлығымыз. Су адам баласына
аса қажетті мол қазына. Адам сусыз тіршілік ете алмайды. Табиғатта судың қолданылмайтын жері жоқ. Сусыз тамақ пісірмейді. Тазалық та болмайды. Су жолымен адам қатынайды. Қайық, кеме жүзеді, жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатын да алады. Бірде-бір өндіріс орны сусыз жұмыс істемейді. Бояу, езу, мата, тері бояу, қағаз, сабын дайындауға да су қажет. Суды көзіміздің қарашығындай сақтап, игілікке жұмсау керек. Бұл жақта бізде мақал-мәтелдер. Су адам баласына аса қажетті, мол қазына деген. Бұлақ өлеңін жазған Мүбәрак Жаманбалинов, әнін жазған Нұрлан Дүкенбай. Сылдыр-сылдыр сылдырлап, мөлдір бұлақ ағады. Былдыр-былдыр бал құрақ көмкереді жазғаны. Балғын-балғын балалар саялайды құрақта, отырады, жағады, шомылады бұлаққа. Күнде келіп апанда мөлдіреген су алып, тұнығынан шопанда тұрады қой суарып. Түрлі-түрлі, не түрлі, бар-ау қызық мінезі, еліктейтін секілді адамға да бұл өзі. Тайызынан су алса лайлана қалады, теріңнен су алса күлім-күлім қағады. Тақырып ұнады деген ойдамын, сау болыңыздар.